Қайырлы күн. Қайырлы күн, ханымдар. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ох, міне қосылып жатқан ханымдарды көріп тұрмын. Жұмабыз мүбәрәк болсын. Керемет жұмада кездесіп отырмыз. Өткен жұмада кездескен едік тікелей эфирде. Міне Алла бұйыртып бүгінде сіздермен кездесуге мүмкіндік болып жатыр. Қалдарыңыз қалай? Мен жақсы естіліп сіздерге көрініп тұрмын ба? Қолдарыңызды бүйтіп жіберсеңіздер, егер мені жақсы көріп естіп тұрсаңыздар. Керіс байланысты алғым келеді сіздерден. Менің дауысым естіліп, мені көріп тұрсыздар ма, хандар? Қаңыз қалай, Жанархан? Қауым керемет. Көңіл күйім де керемет, өзім де керемет, бәрі керемет, өмір де керемет. Әумин. Аха. Түсіндім. Көріп тұрмыз дейді. Аха, өте таныс ханымдарды көріп жатырмын. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфирім арнайы сіздер үшін 20 минутқа бөліп отырмын. Өйткені 1 сағаттық эфирлерді кейін қайталап көргеннің өзінде өте сондай бір маңыздысы сол бір 20 минуттың ішінде де қалғанның бәрі бір керек емес әңгіме сияқты. Сондықтан осы 20 минутты қаладым өзім. 20 минуттың 15 минутына дейін мен тек сөйлеймін. Комментарийлар оқымаймын. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Үрле ханым, қалыңыз қалай? Сіз мені тыңдап отырсыз ғой. Керемет, жиналып жатыр. 1-2 минут уақыт берейін, оған дейін мен әзірше сіздермен ойыммен бөлісе берейін. Сондықтан 20 минут деп шештім. Және бұл 20 минуттың 15 минуттың ішінде мен сөйлеймін. Комментарийларға жауап бермеймін және аса бір мән беруге тырыспаймын. Қалған 5 минутында алдын ала жаза берсеңіздер де болады. Қалған 5 минутта сол келген комментарийларға мүмкіндігінше жауап беруге тырысамын. 20 минутым аяқталғаннан кейін эфирді бүгін бірінші рет болып тұрғаннан кейін, дәл 20 минутқа осындай сыйдыруым керек болып тұрғаннан кейін көреміз, мүмкін 1-4 минут не ары не бері болып кетуі мүмкін. Бірақ байқайық, бүгіндікке мүмкін 20 минут емес, нақты бір 30 минут болу керек шығар. Бұл енді эксперимент түрінде. Қайырлы күн, Ажар ханым. Тыңдап отырмын. Тыңдаңыз. Бүгінгі тақырып кикілжің жағдайларда, оқиғаларда, ол оқиғаларды қалай шешімін табу қажет, және ол оқиғаларды өзімізге сабақ ретінде қабылдап, дұрыс шешімге келуге, миымызды дұрыс жұмыс жасатып деуге де болады, келтіруге мүмкіндік бойынша біраз әңгіме айтамын. Біраз ханым қосылған сияқты, енді бастай берейік. Қалған үлгермей қалған ханымдар, менің ойымша содан кейін қайталау эфирім сақталса әрине, сақтауға тырысамын. Сақталған болса, содан кейін көре жатар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты былай жай сөзбен түсіндірген кезде, бір психологиялық тілде түсіндірген кезде сіздерге кішкене бір ұғымсыз болатын сияқты болып түсіндім. Сондықтан бір оқиғаны айта кетіріп, соны мысал ретінде ала отыра, сіздерге толықтай түсіну үшін соны айтып, содан кейін өзімнің арнайы бір сіздерге арналған 2 техникамен бөлісемін. Оқиға. Бұл өмірде болған оқиға. Бұл оқиғаның кейіпкері 20 жасар жігіт. Әрине бұл Қазақстан елінде болмаған, әрине. 20 жасар жігіт, былай айтқанда, үйленген, отбасы бар, әлі әзірше балалары жоқ. Әке-шешесімен бірге тұрады, бір бөлмесінде. Тапқан ақшасының бәрі бір күндік өмірге арналып жатқандай, және өзі етікші. Етік тігумен айналысады, сондағы көп ақша таппайды десек те болады. Сол өміріне өзі бір көңілі тоймайды, намысына да келеді, әйелінің көзқарасы бойынша. Және былай айтқанда өзгерткісі келеді өмірін.
Өйткені бір орында тұрғанын өзі сезіп тұр. Өйткені мен жаспын деген сияқты сондай бір ойлар әрдайым мазалайды. Әрдайым қарыз төлеу керек кезінде немесе ақша жетпеген кезде сондай өзін бір қамшылай отырады. Сондай күндердің бірінде бұл жігітке бір ұстаз ретінде бір үлкен адам жолығыпты өмірінде. Сол адаммен сөйлесе келе, әңгімесін жалғастыра келе, ол кісі өзін ұстазбын деп таныстырған. Бұл жігіт өзінің өмірбаянын айтып, оқиғасын айтып, осындай бір қазір қандай кездегі өз кезеңнен өтіп жатқанын түсіндіріп, бір әңгімеге өрбиді. Ұстаз екеуі бір келісімге келеді. Ұстаз айтады: менің өмірлік тәжірибем өте үлкен, өмірге деген көзқарасым үлкен, және ол жай ұстаз емес, ол бизнесмен ұстаз болып тұр. Сол ұстазымыз: мен сенімен жұмыс жасайын дейді. Былай айтқанда, мен саған ақша төлемеймін, мен сенімен әңгімелей отыра, мен сені бір дұрыс жолға өзің жетуіңе көмегімді тигіземін, өмірлік сабақ беремін дейді. Сонымен жігіт қуана-қуана келісе кетіп, ары қарай бұлардың кездесулері басталады. Кездесулердің бірінде жігіт өзінің сондай бір шешім қабылдай алмайтын, әрдайым екі шешімнің ортасында тұратынын, ол екі шешімнің өзін қабылдаудың өзі өте қиын, өзінің қимылдатуы қиын екенін әрдайым бір сөзінің арасында жиі айта отырыпты. Ұстазы бұл не себептен деп ойлайсың дегенде, жігіттің ойына бір өзінің кішкентай балалық шағындағы оқиғасы есіне түсіпті. Ол оқиғада көрші тұрған 3 ұлдың қатысы бар екен. Ол ұлдар бұл жігіттен жастары үлкен, күштері де көбірек дегендей. Сол ұлдар бұл жігітке былай айтқанда жол бермей, мазасын алып, біраз сондай бір балалық қой енді, тиісіп дегендей сондай мазасын алып жүрген екен. Күндерінде сол жігіттердің ішіндегі үлкені жай мазасын алмай, өзінің бір енді күштілігін тексермекші болған шығар деп ойлаймын. Бұл жігітті алып ұрып тастайды. Бұл жігіт ең қызығы соның барлығына мазасын алдыруға, өзін сондай бір намысын таптап тұруға мүмкіндік береді. Келіседі. Былай айтқанда іштей. Күндерінде бұл жігітті ұрып соғып тастайды, қанталасын шығарып. Бұл жігіт өзіне сол мәселені бір шақырып алғандай, былай айтқанда. Басын бұға жатып, еш қарсылық білдірмейді. Содан бұл жігіт өз-өзін бір ерік-жігерін жинап, сол күннен кейін каратэге жазылып, төбелесуді үйренгім келеді деген сондай бір ниетпен төбелесуді үйренеді. Сонда қойған ұстазының қойған сұрағы, сонымен сол жігіт соғып тастаған жігітке сен өз жауабыңды бердің бе сол каратэні үйренгеннен кейін деген кезде, бұл жігіттің жауабы өте қызық болады. Жоқ, менің басты мақсатым ол емес еді дейді. Мен түсіндім дейді, олардың өте менен күші көп екенін, және маған әрдайым маза бермейтіндерін. Егер мен соны басымды бұғып әрдайым келісе кетсем, олар менімен қызықты көрмей, мені солай бір өздерінің жайына кететіндей бір ой келді. Сондықтан соңғы рет осы мені соғып тастасын, содан кейін осы тиіспейді-ау деген ой болған еді. Шынымен де солай болды. Ол жігіттер маған мүлдем тиіскен жоқ сол күннен кейін дейді. Сонда бір кішкене бір қысқаша осы оқиғаны тұжырымдасақ, бір түйіндесек десек, жігіт артқа шегіне отыра, сондай басында бұғып, намысын өзіне ішіне жинақ қойып дегенде, жеңіске жетті. Өйткені нәтиже бар. Бастысы ол жігіттер бұған тиіспейді. Ал енді бұл өмірлік шешім қабылдауында, былай айтқанда, ары қарай несімен кедергі болып жатыр, осы оқиға. Неге бұл жігіттің дәл осы оқиға есіне түсті екен деген бір сұрақ қойылады. Шешім қабылдай алмайды бұл жігіт. Мен осыған дейін айтып кеттім. Әйелі де енді жас болғандықтан көп затты сұрайды, көңілді де сұрайды, ақшаны да сұрайды, бәрін де сұрайды. Бұл жігіт еш шешім, өмірлік шешімін қабылдай алмайды. Бір ынжықтау болып келіп тұр.
Содан ұстазы ары қарай біраз кеңес беріп, барыбір қоштасады сол әңгімеден кейін. Біраз күннен өткеннен кейін ұстазымен қайта кездесіп, бұл жігіттің бір көңіл күйі жоқ, сондай мазасыз, сондай болып келіп кездеседі. Сонда ұстазы: тыныштық па, көңіл күйің қалай, неге бұл жолы осындай бір мазасыз отырсын дегенде: мен сізге әйелім туралы айтайыншы депті. Әйелім өте жас, және жасы 19-да, өте жас, әдемі, қара торы келген, бойы ұзын, енді фигурасы да бәрі керемет. Еш сөзім жоқ дейді. Бірақ кейде ойлаймын, әйеліме мен лайықты емес сияқтымын. Бақыт тілеп кейде жібергім келеді дейді. Бірақ жүрегімдегі махаббат бір қимайды деген сияқты. Осындай бір оймен бөліседі. Және көңілімнің бүгін түсірткен жай, әйеліме басқа бір ер адам пеньюар сыйлапты. Іш киім. Іш көйлек деп атасақ болады. Пеньюардың жанына хат жазып жіберіпті дейді сол ер адам. Осы пеньюарды мен саған кигізсем ғой деген сондай бір сөздермен. Әйелі мүмкін екі ойда болды деп ойлаймын сол жерде. Немесе шошып кетті, немесе ер адамына мақтана отыра: міне көрдің бе, сен қашан қимыл жасайсың, қашан сен өзіңді қолыңа аласың, маған басқа ер адамдар қарай бастады деген сияқты сондай бір мән берген сияқты осыны көрсете отыра. Сол кезде ұстаз айтады: міне көрдің бе, дәл қазір сенің алдында өмірлік сабақ болатын оқиға тұр. Сен қазір не істейін деп тұрсың дейді. Бұл айтады: мен не істей аламын, ештеңе істей алмаймын, әйелім шешім өзі қабылдасын дейді. Сол кезде ұстазы: міне тағы да сен алдыңғы балалық шағындағы оқиғадай артқа жылжып, қандай болса да мен жеңіске жетемін, сенсіз де, сенімен де дегендей, әйтеуір намысыма тиетін зат болмаса болды деген сияқты бір ынжықтықты көрсетіп тұр екен. Деп көрсетіп тұрсың деген сияқты ұстаз әңгіме айтады. Дәл қазір бұл саған өмірлік сабақ. Сен сабақ деп қабылда. Саған беріліп тұрған. Бұл оқиғаға сен сырт көзбен қарай көр. Өзіңнің оқиғаң емес, басқа біреудің оқиғасындай. Және берер кеңесім, дәл қазір үйіңе барасында сол пеньюарды алып, әйеліңнен сол ер адамның кім екенін біле отырып, сол ер адамды таба отыра, осы пеньюарды қайтарып беріп: мен бұл әйелдің ер азаматымын, мен сол әйелдің күйеуімін, сенің қақың жоқ дегендей, біраз өзің ойыңа келген сөзді айтып, қайтарып беруге тырыс. Дәл қазір артқа шегінбей, алға қарай қадам бас деді. Сонымен жігіт біраз ойлана келе екен әлі. Анда емес, мұнда емес, қорқақтық та бар дегендей. Сонымен шешім қабылдайды. Егер мен қазір осы оқиғаны мен сабақ ретінде қабылдай отыра, мен ертең ары қарай менің өміріме көмек беретін болса, онда мен міндетті түрде орындаймын деп өзіне бір іштей сондай бір уәде береді. Содан үйіне бара сала әйеліне енді кішкене әрине бір ер мінезді көрсете отыра, пеньюар қайда, көрсет ана еркекті, телефонын бер, мен сөйлесемін деген сияқты. Біріншіден әйелінде шок, Бұлай айтқанда тыныштық па, сен осыған дейін ұйықтап жатқан едің ғой деген сияқты бір әйелінде көзқарас болды дейді. Мен ұлым кішкене әңгіменің ортасына кіріп кетіп жатыр. Сонымен әйелі бір жағынан ішінен сондай бір қуаныш сезімі тұр. Міне менің ер адамым. Міне осы мінезің үшін мүмкін осы мінезің бар екенін іштей сезіне отыра, мен саған тұрмысқа шыққан шығармын деген бір ішінен сондай бір қуаныш сезімі пайда болады. Содан ер азамат жинала келе, өзінің барлық ерік-жігерін жинала келе, келесі ер азаматқа хабарласады жаңағы жігіт пеньюарды қайтару үшін. Мүмкін телефонда дауысы сондай өзіне қатты сенімді болып тұрғанын көрсеткен болар. Телефонның тұтқаның арғы жағында тұрған пеньюарды сыйлаған ер азамат
бір қорқып кетті деуге бола ма, білмеймін енді не деуге болатын. Қайтадан қабылдауға келіспей, кездесуге де келіспей, сөйлесуге де келіспей, телефон тұтқасын қоя салып, содан кейін жауап бермепті. Сонымен бұл оқиға сондай бір қысқаша осылай аяқталды десек те болады. Әйел мен екеуінің ортасында бір ерекше сезім пайда болды. Әсіресе әйелінің ер азаматына деген көзқарасы өзгере бастады. Және ер азаматы, жаңағы жігітіміз, біріншіден шешім қабылдады. Шешім қабылдай отыра әрекет жасады. Өзінің өміріндегі болып жатқан оқиғаларды барлық есепті болады. Әсіресе осы оқиғаны өзінің бір сабақ ретінде қабылдай отыра әрекет етті. Ұстазы өте қуанышты. Сұраған кезде, міне енді қандай осы істен, осы сабақтан былай айтқанда ой түйдің деген кезде жігіт айтады. Міне енді мен мүмкіндігінше былай айтқанда әрдайым әр оқиғаға қандай болсын, негативті немесе позитивті болсын, сабақ ретінде қабылдай отыра, жол іздей отыра, жоспар құра отыра, мен міндетті түрде шешімін табуға тырысамын, ерік жігерімді. Артқа енді шегінбеймін. Және мәселе жеңімпаздықта емес, мәселе ол оқиға шешіліп, менің тыныш және жүрегімде тыныштық орнай отыра, өз-өзіме сене отыр, сенімді бола отыра, ары қарай өмір сүргенімді қалаймын және осындай бір ой түйіндедім. Және бұл менің өмірімде өте үлкен, сізбен де кездескенім үлкен сабақ деп ойлаймын. Және бұл оқиғаның дәл қазір бола қалғаның өзі де мен үшін үлкен сабақ деймін деп осындай бір ой тұжырымдаған екен бұл оқиғада. Қайырлы күн, не жазып жатсыздар? Сәлематсыз ба? Уақытқа қарап жатырмын мен, үлгеріп жатырмын ба, үлгермей жатырмын ба деген оймен. Бұл оқиға, міне, әр адамның өмірінде болатын әртүрлі оқиғалармен де салыстырсақ болады. Әр оқиғаға осылай көзбен қарайтын болсақ, өзіміздің бір шешім қабылдайтынымызға ерік жігер жинай отыра әрекет жасасақ, әр оқиғада дұрыс жол іздеп шығуға мүмкіндік бар. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Бір қарай кетейін, содан кейін өз техникамды берейін. Жоқ, бағанағы айтқанымша тоқтайын. Екі техниканы бере кете отыра, сіздердің сұрақтарыңызға уақыт берейін. Біреуі дауысыңыз қандай жағым дейді. Рахмет. Дауысым туралы өте керемет сөздер. Соңғы кездері өте көп жиі естудемін. Сол жақты маған өте жағымды, өзіме ұнайды. Ханымдар, сонымен осы кикілжін, былай айтқанда оқиғаларға сабақ ретінде қабылдау үшін бір оқуға тырысып отырмын, комментарийларды, бірақ көзім аса бір жетпей отыр, ренжімеңіздер. Қазір уақыт бөлемін. Мына бір сөздерді мүмкіндік болса қолдарыңызда қалам, қағаз болатын болса, жазып алсаңыздар жақсы болар еді. Мүмкіндік болмаса, енді қаласаңыздар арнайы пост ретінде осы сөзді жазып қоямын. Жоқ, стористе жазып қояйын. Ыңғайлы болсын, постқа парақшамды сондай бір әдемі болғанын қалап жүрмін соңғы күндер. Артық ештеңе жазбауға. Өмірде болып жатқан оқиғалардың бәрін сабақ ретінде қабылдаймын. Сіз өз-өзіңізге кеше бір менің сторисімді көрдіңіздер ме? Менің миыма берген жеңілдік бойынша, сигналым бойынша, подсознание. Бұл айтқанда бейсана дейді, түп сана дейді, белгісіз сана дейді, енді неше түрлі сана деп атап жатыр. Қазір соңғы кезде түп сана, түпкі сана деп білейік. Ол жерде сондай бір біз дәл қазір миымызға келе қоймайтын, бірден ойлана қоймайтын информацияның бәрі сол түпкі жақта жатыр деуге де болады. Сол түп санаға біз сигнал жібереміз. Мен өмірімде болып жатқан оқиғалардың барлығын сабақ ретінде қабылдаймын.
өзіңізге нүкте қойып тұрсыз. Мен қабылдаймын. Бұл оқиға менің игілігіме жіберілген. Өйткені бұл оқиғаның мен үшін берекесі бар деген сөз. Дұрыс шешім қабылдап, жеңіп, мықты болып, дана және қажетті ақпаратқа ие болу үшін менің өміріме жіберілген оқиға. Дәл осы сөздерді бір жерге жазып алып, мүмкіндігінше телефондарыңызға, қағазға болсын, немесе айна бетіне жабыстырып қойсаңыздар да болады. Мүмкіндігінше жаттап алуға тырысу керек. Әрдайым, әсіресе негативті оқиғалардың болуын бір сезіп тұрсаңыз, осы сөздерді қайталап отырсаңыздар, дұрыс шешім өзінен өзі келуге тырысады. Байқамайсыздар. Келесі техникам, былай айтқанда, осы сөздің жалғасы деуге де болады. Бір күн өз-өзіңізге жай айтыңызшы. Сөзім ба, мен даусыңызды жайрақ төмендетіңізші деп түсініп отырмын. Қайталап жіберейін. Өмірде болып жатқан оқиғалардың бәрін сабақ ретінде қабылдаймын. Бұл оқиға менің игілігіме жіберілген. Арғын, маған кедергі жасамай, жаным. Менің игілігіме жіберілген. Дұрыс шешім қабылдап, жеңіп, мықты болып, дана және қажетті ақпаратқа ие болу үшін маған жіберілген оқиға деп қабылдағаныңыз дұрыс. Осыны жазып алып қайталап отырыңыздар. Келесі, бір күндеріңізді осознанность дейді ғой, өз-өзіңізге, былай айтқанда, осындай кезде кейбір кезде сөздер түспей қалады. Өз-өзіңізге былай айтқанда сын айта алатындай, өзіңізді іште емес, сыртта екінші адам ретінде көре алатындай бір күн арналсаңыз. Бұл эксперимент ретінде өзіңізге істеп жатқан істеріңіздің бәрін өзіңізді, миыңызды, ісіңізді, сөзіңізді қадағалай отыра. Өйткені әрдайым екінші, мысалы, мен деп алсам, екінші жанар маған қарап тұрғандай. Әсіресе бір ұстаздарымыз сабақта болса да бір өз-өзімізді контрольде отырамыз ғой, дәл солай бір жарты күніңізді солай өткізіп көріңіз. Мен не істеп жатырмын? Қандай шешім қабылдап жатырмын? Не айтып жатырмын? Мен не ойлап жатырмын? Деген сияқты кішкене, былай айтқанда, өзіңізді сыртыңыздан бақылап көріңіз. Жарты күн шыдасаңыз, мүмкіндігінше, негізі бір күн, бір тәулікті арнасаңыз өте керемет болады. Және міндетті түрде жаныңызда қаламыңызбен қағазыңыз жүру керек. Келген идеялар, ойлар, негативті ойлар, жақсы ойлар, барлығын жаза отыру қажет. Өзіңізді өйткені сырттан бақылап тұрған кезде. Мысалы, бір баланың өміріне бір бақылағыңыз келсе, бір әсіресе сондай бір махаббат көзбен қарап тұрасыз ғой. Әрине, бұл жаман көзбен, бақылау көзімен емес, махаббат көзімен өзіңізге қарай отыра, мен негізі бір күннің ішінде не істеймін, не ойлаймын, негативті ойлар маған қай жақтан келеді, және бұл оқиғалар қандай себептен пайда болып жатыр екен деген сондай бір ниетпен өзіңізді бақылап көріңіз. Және бұл тапсырма өз-өзіңіздің кім екеніңізді өте түсіндіретін, түсіне алатын тапсырманың бірі. Өйткені жаңа айта кеттім, оқиғалардың барлығының көбісін біз өзіміз шақырып аламыз, өзімізге түп сана арқылы, өзімізге сигнал бере арқылы. Мысалы, қазір мен көп айтып жүрмін үйдегілердің барлығына. Кішкентай ұлымыз барлық үстел болсын, диван болсын, барлығына шығып кетіп жүр, мүмкіндігі болғанша. Сондықтан құлап қалма, байқа деген сияқты көп сөз айтамыз. Сен қазір құлайсың дегендей.
Егер құлайсың десек, ол міндетті түрде құлайды. Дұрыс сигнал бере беру керек. Ол баланың да миына. Және мен жаңа айта кеттім, өзіңіздің өміріңізді түсіну үшін бақылауға арналған. Қалам дәптеріңіз әрдайым қасыңызда жүріп, бүкіл бір күндік күнделік сияқты жаза отырыңыз. Өйткені әрбір оқиға біз өмірімізге беріліп жатқан сабақ ретінде қабылдаймыз, міндетті түрде. Сол кезде ғана біз әр оқиғаның шешімін таба аламыз. Ал мына сыртымыздан қарай отыра, түсінбей отырған шығарсыздар, бұл неге қажет деген сияқты. Кім екеніңізді не үшін түсіндіреді? Ортаңызға қараңыз, үйіңізге қараңыз, қандай көліктесіз, немесе көлігіңіз жоқ, қандай киім киесіз, не тамақ жейсіз. Оның барлығы сіз туралы айтылатын информация. Сіздің деңгейіңіз дәл қазіргі. Ал өмірдегі барлық болып жатқан негативті оқиғалардың барлығы сол біздің өзімізге тартып алып жатқан оқиғаларға, ойларға байланысты. Міне осы екі берер менің дәл қазіргі техникам. Ал сіздердің сұрақтарыңызға. Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Қалған енді 4 минутымды сұрақтарға арнаймын. Басынан бастайын. Біразын жіберіп алдым ау деймін. Мүмкін телефонның ыңғайлы болар еді. Сәлеметсіздер ме? Ханымдар, сұрақтарыңыз болса, тез қойып алыңыздар, мүмкіндігінше жауап беріп кетейін. Түсіндіңіздер ме? Бастысы. Қолдарыңыз бүйтіп жіберіңіздер, түсінсеңіздер. Түсіндіңіздер ме, ханымдар? Шумна дейсіз ба? Или таза естілді ма? Мен негізі тыныш жерде отырғандаймын негізі. Сәлематсыз ба? Қандай жағымды айттым. Жай айтыңызшы дедім, мүмкін демейше қайталауға тырыстым. Күндердің аралығы қанша, немесе қанша күнде қайталаған дұрыс өзіңді бақылауды. Негізінде өзіңізді бақылауды, егер өзіңізге мақсат қоя отыра, бір апта бойы бақылаймын десеңіз, оның нәтижесі өте үлкен болады. Егер бір аптаның ішінде бір-ақ рет бақылап көрейін, дәл қазір эксперимент ретінде мен шыдаймын ба деген сияқты, көрсеңіз, аптаның ішінде бір-ақ рет пайдалап көріңіз, келесі апта тағы да бір көріңіз. Былай күндер, жұмыс күндері сіз қандайсыз? Егер жұмыс жасайтын болсаңыз, демалыс күніңізден де бір күн бақыласаңыз болады. Сәлеметсіз бе? Кешірек қосылдым дейді. Кешірек қосылсаңыз, қайталап көре аласыз. Оны күнде жазу керек пе? Күнде жазу емес, жазып іліп қою керек, немесе жаттап алу керек. Қажет жерлеріңізге. Я мамандығым психолог. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, ханымдар? Немесе ер адамдарда бар ма ортамызда? Инста достар. Сізге рахмет, рахмет, сіздің тренер арқасында мен өте қуаныштымын дейді. Мен де қуаныштымын сіз үшін. Рахмет. Ханымдар, ең бастысы бұл тақырыпты мен аша алдым ба? Түсіндіңіздер ма сіздер? Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, немесе түсінсеңіздер, маған не қосу белгісі, не лайк жіберсеңіздер де болады. Ханымдар, күтіп отырмын сіздерді, 1-2 минут уақыт берейін. Мүмкін жазып жатқан шығарсыздар. Егер барлығы түсінікті болатын болса, мен аяқтайын. Жазатын ешкім жоқ сияқты, қосу. Түсінікті. Өте қуаныштымын, Шынар ханым. Міне, рахмет сіздерге. Бұдан да көптеген ақыл кеңес күтеміз. Әрине, әр жұма сайын осылай арнайы кеңеспен, арнайы техникасы бар тақырыпты аша отырамын. Жай ғана осындай. Ал арасында мүмкіндігінше жай эфирге де шығып отыруға тырысам, бірақ арнайы жұма күндері арнайы тақырыптарда болады.
осы жерден сақтап қоямын, қайтадан көре аласыз. Жаңа ханым сізге қарап отырып, рухани демаласын, шаршап отқан ем, көңілім көтеріліп қалды, тікелей жоғары көтеріп кетті. Тікелей эфирге техникаларыңызбен бөлісіп отырғаныңызға рахмет дейді Амина Темірова. Өте қуаныштымын, Амира ханым. Сізге сондай бір тыныштық, сондай бір керемет, сондай бір сезім беріп отырсам, мен күштімін. Рахмет. Сәлематсыз ба, Мақпал ханым? Не жайында? Өтіп кетті не жайында болғаны, тақырып менің парақшамда бар. Пост ретінде және бұл эфирді қайталап көре аласыз. Өміріңізде болып жатқан кикілжің оқиғалар туралы. Өстіп техникаларыңызбен бөлісуге арнайы инстаграмға шығып тұрыңызшы. Міндетті түрде әр жұма сайын уақытын алдын ала, тақырыбын алдын ала айтып отырамын. Менімен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Сақтап қоямын, қайта көре аласыздар. Иә. Рахмет, сізге де рахмет. Ал рахмет сіздерге, менің уақытым бітті. 27 минуттың ішінде 20 минуттан да асып кетті. Сонда бұлай алғанда 30 минутқа шықсам өте керемет үлгереді екенбіз барлығына. Жай қосылсаңыз, қайтадан эфирді көре аласыз. Қазір сақтауға тырысамын. Жақсы, Ақмарал ханым, сақтаған эфирді қалай көреді? Менің аватарымдағы фотоға бассаңыз, эфир өзі шығады. История немесе эфир деп біреуін таңдап аласыз. Эфирді қайтадан көре аласыз. Ханымдар, күндеріңіз жақсы өтсін. Жұманың қасиетті күні сіздерге дұға тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Басқа сұрақтар жоқ сияқты. Мен осымен эфирімді аяқтаймын. Сау болыңыздар.